Барлық менің сүйікті де сүйкімді оқырмандарыма, сырлас достарың Санжар Айдардан жалынды сәлем. Мінеки, біз сонша күткен нәрсе де жүзеге асты. Соңғы кездері комментарийлерде өте жиі байқағаным, сендерді жігітке қалай жоқ деп айтамыз сұрағы қатты мазалайтын көрінеді. Егер шынымен солай болса, онда мен сендерді құттықтаймын. Сендер осы уақытқа дейін өте тәртіпті оқушы болып, сырлас достарының бар айтқан кеңестерін блокноттарына жазып, практикада қолдандыңдар. Енді бұдан былай жігітті қарату бағытында сендерге тең келетін ешкім жоқ. Бізге тең келетіндер жоқ қой! Сен жай ғана жігітке қарай салсаң болғаны, ол сенің артыңнан жүгіреді. Сен күлімсіреп жымисаң болды, ол сенен басқа ешкімді ойлай алмай жатады. Сен жолда кетіп бара жатсаң да барлығы тек саған қарайды. Кішкентай баланың аузынан соскасы да түсіп кету қаупі бар. Соска қайда, соска? Тура осылай сендер сырлас достарыңнан жаңа пайдалы ақпарат алу қадамына дейін жеттіңдер. Біле білсеңдер, жігіттермен екі мәселе болуы мүмкін. Біріншісі жігіттер өте аз, және екіншісі жігіттер өте көп. Алғашқы мәселенің шешімін табу үшін мен өз каналымда жүздеген видеолар түсірдім. Сол үшін екінші мәселенің шешімін табуға тырысайық. Сен әрине осы уақытқа дейін де басқа жігіттерге жоқ дедің. Бірақ саған олардан келетін жылаңқы, ой, маған сенсіз өмір жоқ, немесе маған тағы да бір мүмкіндік берші. Және менің ең жақсы көретінім, егер біз бірге болмасақ, мен өзіме қол жұмсаймын деген хаттары шаршатты ма? Құдай-ау, не деген қорқынышты едік. Жарайды, бүгін тым көп сөйлеп кеттім ау. Сонымен жігітке қалай жоқ деп айтамыз? Қажетті сөздер мен арнайы тәсілдері бар ма? Бүгін осы жайында сөйлесеміз. Дайынсың ба? Заставка. Сонымен, бұл видеоны біз екі бөлікке бөлеміз. Танымайтын адамға және өзіміздің жақсы араласатын досымызға оны ренжітпей жоқ деп айта алу. Құпия түрінде айтайын, мен жеке өзім намектарды түсінбейтін жігіттен басқа қорқынышты нәрсені әлі көрмедім. Егер жігіт саған қайта-қайта жаза беріп, сені аңдып тұрып, артыңнан қалмаса, соның өзінде бұл нәрселер саған ұнамайды, онда бұл видео саған пайдалы болады деп ойлаймын. Себебі дәл қазір біз оған жоқ деудің жұмсақ әрі қатты нұсқаларын қарастырамыз. Негізі ол жағы маңызды емес, себебі бұл жігіттің өзінің проблемалары. Сыйластық бұл екі тарапты нәрсе. Егер досыңның сені сыйлағанын қаласаң, онда сен өзің оны сыйлауың керек. Және осы орайдағы ең дұрыс нәрсе бұл тек мінезді болу. Онымен ойын ойнамай, мүмкін деген сөздерді қолданбай, бірден аласында кесіп айтасын. Назар аудар. Жігітті итерудің алтын ережесі. Неғұрын барлығын оған тік айтсан, соғырын бұл барлығын түсінеді. Бұл номер бірінші кеңес. Егер саған бір таныс емес адам жақындаса, онда еш нәрсе шықпайтынын қалай бар, солай айтқан жөн. Немесе жігітім, күйеуім, болмаса балам бар деуге де болады. Ал егер сен нәзік қыз болып, жігітке дөрекі емес, жай ғана қарапайым тілде түсіндіргің келсе, онда да варианттар бар. Сенің мысалы сыныптасың бар болып, ол саған өлердей ғашық делік. Ол жігіт негізі жақсы бала, бірақ сенің оған деген сезімің болмай, ол сені тек дос ретінде қызықтырады. Сонда сен оған тыңдашы, сен маған інімдей болып кеттің деуге болады. Бұл жерде оның 2 есе дәу немесе 4 жасқа үлкен болуы да еш маңызды емес. Бұл сөздер жігіттің эгосын тіптен өлтіріп жібереді. Себебі осы өмірде жігітті інісіндей көретін қызбен сол жігіттің өзі жүргісі келмейді. Осылай біз оған еш нәрсе шықпайтынын және оның френдзонада екенін көрсетеміз. Егер ол осыны түсінсе, онда сендердің жолдарың екі бөлек екенін қабылдайды. Немесе өз жігіттің туралы сөз қозғап баста. Ол негізінде жоқ болып, бірақ жігіт оны білмесе, онда ол бар сияқты кейіп танытуды жалғастыра бер. Осы жерде біз жігітке жоқ дейтіндей болмаймыз. Сонда да қандай жағдай болмасын, онымен бірге бола алмайтынымызды көрсетеміз. Бірақ соның өзінде де жігіт біздің
намектарымызды түсінбесе, сөйтіп өзі қарындап жүрсе, бұл жерде бір айла бар. Ол негізінде шет жағасын түсінеді, бірақ бұл нәрселер оны тоқтатпайды. Жігіт әлі де бір мүмкіндік бар деп ойлайды. Онда бұндай жағдайда біз өз стратегиямызды толықтай ауыстыруымыз керек. Себебі біздің осы уақытқа дейін жасағанымыздың барлығы өз жемісін бермеді. Арнайы осындай кездер үшін мен сендер оған айтатын супер фраза дайындап қойдым. Білесің бе, сен менің досым болу үшін сыйлағаның жеткілікті, бірақ менімен жүру үшін сөйлеспей қойсаң деймін, бұл маған ұнамайды. Егер сен осы сөздерді оған айтсаң, немесе өз ыңғайына келтіріп жатсаң, онда жігіт өзін толық ақымақ ретінде сезінетін болады. Сол үшін мен осы сөздерді сендерге жаттауға кеңес беріп, керек кезде қолдануға болатындығын айтқым келеді. Ал егер бұның барлығы сендерге дөрекі, әрі сендердің стильдерінде емес сияқты байқалса, мен сендерді түсінемін. Бірақ осындай жағдай орын алса, мен барлығын бірден айтқанды қолдаймын. Онда тұрған жаман еш нәрсе жоқ. Ал егер ода келмесе, онда сенімен соңғы тәсілмен бөлісейін. Мен оны көмек шақыру деп айтамын. Оның сыры өзіңнің досыңды немесе құрбыңды шақырып, барлығын анық түсіндіруін сұрау болып келеді. Яғни досымызға звондап, шағымдану керек. Бұл айламен біз жігітке жоқ демейміз, бірақ барынша итеруге тырысамыз. Әрине, достар осы үшін жаралған ғой. Сендер үшін бар лас жұмыстарды жасау үшін. Солай емес пе? Бүгін осы видеода көптеген тәсілдер айтылды. Біреуі болсын саған көмектесетініне менің еш күмәнім жоқ. Ал егер бұл жоспарда жүзеге аспаса, онда не істейтінізді білмеймін. Мүмкін оның басына бір қояйық. Егер сендердің өздеріңнің кеңестерің болса, онда төменге жазып, басқалармен бөлісуге болады. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмма кірсең болады. Жаңа видеолардан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенмен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.